Сәлеметсіздер ме? Мен Приозерск қаласы номер 1 жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі Шербаева Нағашгүл Тоғызбаевна. Біздің бүгінгі сабағымыз 6 сынып математика пәні қатынас және пропорция бөлімі берілген қатынаста бөлуге арналған есептер. Біз бүгін сабағымызда берілген қатынаста бөлуге арналған есептерді шешетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты сандардың қатынасы нені көрсететінін түсіну. Яғни біз есептер шығару барысында сандардың қатынасы нені көрсететінін түсінетін боламыз. Бүгінгі сабағымызды бастамастан алдын өткен тақырыпқа шолу жасап өтетін болсақ, біз алдыңғы тақырыпта қатынас тақырыбын өттік. Қатынас дегеніміз ол екі санның бөлінісі. 14 бөлінген 7, оқылуы 14-тің 7-ге қатынасы. Және 36 бөлінген 24. 36-ның 24-ке қатынасы. Яғни біз қатынастың осы жерде қасиетін қолданатын болса, қатынастың екі мүшесінде бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, сол қатынасқа тең қатынас келіп шығады. 36 мен 24-ті екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші 12-ге қысқартатын болса, 3-тің 2-ге қатынасына тең болады. Яғни 36-ның 24-ге қатынасы мен 3-тің 2-ге қатынасы бұл екеуі бір-біріне тең қатынас болады. Бүгінгі сабағымызды мысал арқылы түсіндіретін болсам, күнделікті өмірде кездесетін мысал, яғни тігінші мен оның шәкіртіне байланысты. Тапсырмамызды орындамастан бұрын білімнен платформасында видео материалға назар аударайық. Жанардың 360 теңгесі бар. Ол ақшасын 3 бөлікке. Бірінші бөліктің екіншісіне және үшіншісіне қатынасы 2-нің 3-ке және 7-ге қатынасында етіп бөлгісі келеді. Ол үшін жанар қатынас мүшелерінің қосындысын табады. Кейін ақшасының жалпы құнын табылған қосындыға бөледі. Соңында шыққан бөліндіні қатынас мүшелерінің әрқайсысына жеке-жеке көбейтеді. Міне осылай жанар бар ақшасын 2-нің 3-ке және 7-ге қатынасында 3 бөлікке бөлді. Біздің мысалымызда тігінші мен оның шәкірті туралы айтылған. Тігінші 9 көйлекті тіккен уақытта оның шәкірті 6 көйлекті бөлгері дейді. Егер екеуі бірлесіп жұмыс істеп 90 көйлек тігетін болса, онда оның тігінші қанша көйлегін тігеді, шәкірті неше көйлегін тігеді. Біз соны анықтауымыз керек. Яғни оны анықтау үшін біз бірінші тігінші мен оның шәкіртінің дайындаған бөліктерінің қатынасын табамыз. Тігіншінің тіккен көйлегінің қатынасы 9 бөлінген 6-ның қатынасына тең. Яғни тігінші мен оның шәкіртінің тіккен көйлектерінің қатынасы 9-ның 6-ға қатынасына тең. Енді жаңағы қатынасының қасиеттерін қолданып, екеуін бірдей санға бірдей санға бөлетін болса, 9 мен 6-ның ең үлкен ортақ бөлгіші 3, екеуін де 3-ке бөлеміз. 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады, 6-ны 3-ке бөлсек 2. Яғни 9-ның 6-ға қатынасы мен 3-тің 2-ге қатынасы екеуі бір-біріне тең қатынас болып есептеледі. Енді жаңа алдыңғы видео материалда айтып өткендей, біз қатынастың мүшелерін қосатын боламыз. 3 пенен 2-ні қосамыз. 3 пен 2-ні қосамыз, бізде 5 болады. Жалпы бөліктердің саны 5-ге тең болады. Келесі біз берілген санды, яғни 90-ды бөлеміз қатынас мүшелерінің қосындысына. 90-ды бөлеміз 5-ке. Тең болады 18-ге. Қатынасының әрбір мүшесіне жеке-жеке көбейтетін боламыз. 18-ді көбейтеміз, 3-ке қатынастың бірінші мүшесіне көбейтеміз, тең болады 24-ке. 18-ді көбейтеміз қатынастың екінші мүшесіне, қатынастың екінші мүшесі 2. 18-ді 2-ге көбейтеміз, 36-ға тең. Яғни бізде 90 көйлектің 54 көйлегін тігінші тіксе, 36 көйлегін шәкірті тіккен. Яғни біз бұл берілген мысалды теңдеу арқылы шығарсақ болады. Егер теңдеу арқылы шығаратын болса, онда біз былай жасаймыз. 3-тің 2-ге қатынасын 3x және 2x деп аламыз. Екеуінің қосындысы тең болады 90 көйлекке. Яғни бізде бір бөліктің саны белгісіз, сондықтан x деп аламыз да, тігіншінің тіккен көйлек 3x, шәкіртінің тіккен көйлек 2x. Екеуінің қосындысы 90 көйлек. Әрі қарай бір айналысыр сызықтық теңдеулер тәсілін қолданып шешетін боламыз. 3x-ке 2x-ті қоссақ бізде 5x болады. 5x тең 90-ға. X-ті табу үшін бұл жерде біз 90-ды бөлеміз 5-ке.
X'imiz тең болады 18-ге. Енді бұл жерге де шыққан санды бірінші тігіншінің көйлегін табу үшін 18-ді 3-ге бөлгенде, тігіншінің тіккен көйлегі 54, 18-ді 2-ге көбейтеміз, шәкірттің тіккен көйлегі 36. Жалпы санды берілген қатынаста бөлу үшін мына алгоритмді қолданатын боламыз. Бірінші, берілген қатынастың мүшелерін қосамыз, келесі санды табылған қосындыға бөлеміз, үшінші шыққан нәтижені қатынас мүшелерінің әрқайсысына жеке-жеке көбейтеміз. Келесі мысалға назар аударайық. 450 теңгені 3 бөлікке, бірдің 2-ге және 6-ға қатынасында бөлгенде, әрбір бөлікте қанша теңгеден болады? Яғни жалпы біз бұл жерде бірінші бұл есепті шешу үшін бөліктердің санын табамыз. Бірінші қатынастың мүшесі 1-ге тең, екінші мүшесі 2-ге, үшінші мүшесі 6-ға тең. Барлығын қосатын болсақ, бізде жалпы бөліктердің саны келіп шығады. Жалпы қосындысы қатынастың 9-ға тең. Яғни бізде 9 бөлік бар дейміз. Енді әрбір бөлікте қанша теңге болатынын білу үшін 450 теңгені бөлеміз қатынастардың қосындысына, 9-ға бөлеміз. 450-ді бөлсек 9-ға бізде 50 сан келіп шығады. Енді 50-ді қатынастың әрбір мүшесіне жеке-жеке көбейтетін боламыз. Бірінші мүшесі 1, 1-ге көбейтеміз 50-ді, тең 50-ді тең болады. Екінші мүшесі 2, 2-ге көбейтеміз 50-ді, тең болады 100-ге. Үшінші мүшесі бізде 6, 50-ді көбейтеміз 6-ға, тең болады бізде 300. Сонда қатынастың бірінші мүшесінде 50 теңге, екіншісі 100 теңге, үшіншісі 300 теңге. Жалпы бізде 450 теңге. 50 теңге біріншінің жауабы, екіншінің жауабы 100 теңге, үшіншінің жауабы 300 теңге. Жауабымен тексеріп көретін болсақ, бізде 50 теңге, 100 теңге, 300 теңге. Рахмет. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.